Қазір адамдар екі өлшемде өмір сүріп жатқандай. Бірі ғаламның кванттық секіріс жасап, айналамыздағының барлығы, адамның санасы түгелдей өзгеріп жатқанын түсініп, фокусты өзінің ішкі әлеміне бұрып, өзін зерттеумен айналысып кетсе, екінші бір топ адам бұл тақырыптардан мүлдем алшақ. Қанша жерден түсіндіруге тырыссаң да, сенің ішкі әлеміңде болып жатқан өзгерісті жаныңдағы адам еш түсінбейді. Неге деп ойлайсыз? Ол рухымыздың деңгейіне байланысты. Жердегі сабақтың тәжірибелерінен толық өткен кәрі сақа рухтар қандай болады? Біріншіден, олар оңашалықты сүйет, оған бала күнінен жалғыз жүрген, жалғыз ойнағанын ұнайды. Бала күнінен досы аз. Рухани, тылсым әлемі тақырыптары қызықтырады. Олар үшін ілім күш, даналық бақыт, ақиқат еркіндік. Кішкентайынан көп ойланады, көп қиялдайды, өз қатарымен салыстырғанда өзін үлкен сезінеді. Мысы бала күннен басып тұрады. Кішкентайынан тіпті мұғалімдер де аса батып ұрыспайды, қарсы келмейді. Бала күнінен әр адамның ойын оқып, пиғылын сезіп қояды. Оларды оңай алдай алмайсың. Жаным, күнім деген сөз оларға қадірлі. Сондықтан мәнін жоғалтып, ол сөздерді көп қолдана бермейді. Орынсыз ұрыс шығарып, дауыс көтеріп, бақырып шақырмайды. Үлкен саха рух иелері бір қабақ түйсе жетіп жатыр. Айғайлап жыламайды, сабырлы бір қалыпты сақтайды. Байлыққа, атаққа, брендке, жылтырға аса жақын емес. 30 жасқа дейін қоғамдағы оқиғаларға белсенді атсалысады да, 40 жастан кейін бірден басқа адамға айналуы мүмкін. Айналасы оны танымай қалады, түсінбеуі мүмкін. Енді кейбірі келемежге айналдырады. Үлкен рух иелерінен өзінен жасы үлкен адам да, кіші де ақыл сұрауға құмар. Ол жүрген жерде адамдар топырлап көбейіп кетеді. Себебі аурасы сондай. Басқа жандар жанына бейсаналы түрде тартылады. Үлкен рухтар ешкімге ренжімеуі, әрі қатты таңғалмауы керек. Сұқтана қарамаған жөн. Кімге ренжиді, кімді қарғайды, ұшырып түсіреді, ал көзі өткір. Ешкімге ештеңе дәлелдемейді, өздеріне өте сенімді, өте батыл. Қазіргі кезде осындай сақа рухтарда үлкен трансформация болып, рухани әлемнің түрлі деңгейінен олар өтіп жатыр. Ал сіздерде осындай белгілер бар ма?